Республикамыз Қазақстан мемлекетінің білім министрі Ғаныбек Сембаевқа, жоғарыда отырған елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаевқа өз алғысымды айтамын. Мемлекетімізге шексіз риза. Салдарымыз үшін жол береді. Тегін тамақ, барлығыны, жатақхана, барлығы тегін олимпиадаға. Жаңағы аз қамтылған отбасына берілген тамақ, байқап тұрсаңыздар да өздеріне рахметтерін айтып кетеді. SMP деген компьютер. Сол компьютерлермен біз мектептен тыс оқушыларды дайындаймыз. Газымыз қосылғанға 3-4 күн болды. Мектебінің жылулығы бір қалып болды. Жер жүзі мемлекеттерінің ішінде ең мықты мемлекет етіп таныту үшін осы жастардың қолында деп оларға әр кезде демеу, қолдау көрсетіп отырамын. Қазақстанда қазір машиник дегендер көбейіп жатыр, солардың алдын алғым келеді. Қазақстанның экономикасын көтеретін азамат болғысы келетінін айтты. Бүгін таңдақта 3 түрлі жармадан болса сүтпен жасалынған. Одан кейін сүттері бар. Бұл ауызы жер болған кейін сүтпен шайды бірге қоямыз. Бала қалаған сүтті өздері. Біреулер сүтпейміз дейді өздері айтады. Бүгін жұмыртқа бар. Одан кейін жаңағы майлары бар. 15 граммнан май беріледі балдарға. Одан кейін мынау аз қамтылған отбасымызды. Аз қамтылған отбасы азанда сағат 9:30-да келіп, олар ішіп кетті. Қалғаны түстен кейін ішіледі. Ол жерде бүгін бұршақ сорпасы сүйекте қайнатылған, мына қара құмық етпенен, одан кейін мынау қызылша, сырмен, кесел, мынау алма жемісі, соңғы қаранан 25 грамм болу керек, бірақ енді мен артықтау қоя беремін де, қоймасам өздері біледі. Мынау енді кешегі нелеріне алып қойған. Самалардың кешегі тамақтардікі соларына. Бұл мынау таңғаштың ботқасы. Мынау жаңағы аз қамтылған отбасына берілген тамақ, ет тамақ. Мынау түстен кейінгі балаларға таным берілді. Балдардың жаңағы тамақтануына ешқандай кемшіліктер жоқ па? Білмеймін енді маған ата-аналар не кеден емес пе. Жиналыс болады, жиналыс болған кезде ата-аналарға кірсін деп сөйтемін. Кіріп, ата-аналар өздері тамақтанып кетеді, көрейік балдарымыздың тамағында. Өткенде бір 5 ата-ана келіп, осы түстен кейін келді олар. Жиналыс біткеннен кейін класстарында жиналыс болған. Сол кезде отырып, балдар не жеп жатыр, соны қойды қалдарына. Көріңдер дәмін. Мынау неміз, салатымыз, мынау тамағымыз, мынау неміз деп. Әйтеуір дәмді деп кетті, білмеймін енді, бірақ айттым. Кемшілік не уақытта бәрінде кемшілік болады, айтыңыздар деді. Балдардың өзінен де сұраңыз, балдар рахметін айтып, апай Алла разы болсын деп те кетеді мына балдар. Енді мен өз-өзімді мақтамай ақ қоямын, бірақ енді балдардың айтып жатқанын. Қазір байқап тұрсаңыздар да өздері рахметтерін айтып кетеді. Дәмді ма тамақта? Жұмыртқа жедіңдер ма? Ал? Ренжістер ма? Ақпайып мектебінде 2024 жылдан бері күтіп отырған газ қосылып, құда қаласында мектепке табиғи газ қосылды. Республикалық бюджеттен ақша қарастырылып, міне газымыз қосылғанға 3-4 күн болды. Мектебінің жылулығы бір қалып болып құда қаласа. Барлығы жақсы, міне балдар да, мұғалімдер де қуаныштың шек жоқ. Тоқтаров Инамжанның мамасымын. Мен өз балама сынып жетекшілік етемін. Бұл орында өз мектебіміздің ұжымына, оның информатика пәні мұғалімі Сулайманов Давлатқа және Сайрам ауданының білім бөлімі, Түркістан облысының білім басқармасына және республикамыз Қазақстан мемлекетінің білім министрі Ғаныбек Сембаевқа және барлығын ретке салып отырған осы білім саласының дамуына үлес қосып отырған, жоғарыда отырған елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаевқа өз алғысымды айтамын. Осындай Қазақстан мемлекетінде өмір сүріп тұрғаныма ризамын. Өз оқушыларымны да, баламны да патриот болуға шақырамын әр кезде. Балам айтады, мен шетке шығып оқысам қалай болады екен дейді. Сенің шетке шығып оқуың үшін біздің мемлекетіміз саған қолдау көрсетіп отыр. Оған бар деймді, ал бірақ сен осы Қазақстанға келіп, өз біліміңді осы отаның үшін жұмса, қызмет ет. Сен біздің баламыз емес, сен тек қана біздің баламыз емес, сен осы Қазақстан мемлекетінің да баласысың деп айтамын. Әр кезде осы Қазақстанымыздың дамуы үшін бүкіл
жер жүзі мемлекеттерінің ішінде ең мықты мемлекет етіп таныту үшін осы жастардың қолында деп оларға әр кезде демеу қолдау көрсетіп отырамын. Қазіргі күнде менің 6 бала шағам бар. Әрбір баламдың жақсы оқып білім алуы үшін әр кезде біз ата-ана папасы екеуміз де қолдау көрсетіп отырамыз. Өйткені бұл өмірде біздің басты мақсатымыз тәрбиелі, саналы, білімді ұрпақты тәрбиелеу. Мен биыл ауыл олимпиадасының республика кезеңінен бірінші орын алдым, облыстық кезеңінен де абсолют бірінші орын алдым. Мен бұл жетістіктеріме жету себебі оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев. Өйткені ол бізге осындай ауыл жастарына үлкен жетістікке жетуге жағдай жасап жатыр. Тағы мектеп басшыларына, ұстаздарыма, Аксис оқу орталығына алғысым шексіз. Өйткені Аксис оқу орталығында Мақсұт Елтаев деген ұстазым бар. Ол маған математикадан түрлі алгоритмдер, түрлі формулалар үйретті. Ал информатика оқытушым Сулайманов Есдәулет және Қадырқұлов Бақтияр ұстаздарыма өте үлкен алғысым шексіз. Осы білім бөлім басшысы Ахмедов Бауыржан ағайымызға рахмет, өйткені осындай оқуымызға жағдай жасап жатыр. Жастар үшін барлық мүмкіндіктерді жаратып беріп жатыр. Болашақтағы арманым кибербезопасность саласында оқу. Өйткені Қазақстанда қазір мошенник дегендер көбейіп жатыр, солардың алдын алғым келеді. Өзім жастарға айтарым, өз еліңізге қызмет етіңіздер, осындай білімді болып, үлкен жетістіктерге жетіңіздер. Инамжан Тоқтаровтың жетістіктеріне жеткен нелері, біріншісі біз осы мектептен тыс оқушыларды дайындаймыз. Немен дайындаймыз? Англия мен Россияныкі Кембридж университеті мен Россияда Итмо университеті бар. Сол университеттікі ағылшынша, орысша дайындаған компиляторы бар. Code of Argus. И SMP деген несі бар, компиляторы. Сол компиляторлармен біз мектептен тыс оқушыларды дайындаймыз, алып келеміз. 2021-ден бастап осыны дайындаймыз. Этап-этаппен 5-ші сыныптан бастап аламыз, тағы 10-ші классқа дейін. 11-де ала алмаймыз. Себебі не үшін? Ол УБД-сі бар, соны кетіп қалады. Бұл Тоқтар Инамжанның туған інісі бар. 7-ші класста былтыр Неш Билл дарын мектептер арасында облыс бойынша 2-ші орын алды, бірақ республикаға өте алмады. Биыл Құдай қаласа ауданда 1-ші орын алып, 8-ші класста неге облысқа өтті. Құдай қаласа кейінгі айда уже облыс болады, облыс іріктеу болады республикаға өту үшін. Тағы оқушыларымызға осындай қатысып жатқан 5-ші класстан 11-ші классқа дейін оқушыларым жетерлік. Оның әпшесі қазір өзіміздің 11-ші класста оқиды. Ол әпшесі қызыл аттестат егері, алтын медаль егері болып есептеледі. Мынандай айтқанда олардың бәрі мамасы да, әкесі де мұғалім, балдарды үздік дайындаған. Білімді барлық олар пейнеттені не істеп жатыр, мен көріп жүрмін, барлығыны сол балдарына тігіп жатыр. Қарасаңыз, бағана қосымша сабақтарға беріп жатыр, уақытысында жұмыс істетмей, тек қана оқу. Құдай қаласа біздің Тоқтаров Инамжан, Тоқтаров Жасур, Тоқтарова Шадияна біздің республикамыздың келешек, болашақ экономикасын көтеретін балдар деп есептеймін. Себебі Құдай қаласа Инамжанның ниеті бар, Англия, Америка сияқты үлкен нелерді IT, Information Technology, IT саласында оқып, Қазақстанға келіп, Қазақстанның экономикасын көтеретін азамат болғысы келетінін айтты. Сол келешекте Құдай қаласа ниетіміз сол. Баламыз келешекте осы жерде шығып жатқан балдарымыз бәрі шетелге шығып оқып, Қазақстанымызды дамитын балдар болуына тілектеспіз. Мемлекетімізге шексіз ризамын. Себебі біздерді әрдайым қолдап жатыр. Біріншісі барар кезінде балдарымыз үшін жол кіре, тегін тамақ, барлығыны, жатақхана, барлығы тегін олимпиадаға барған. Оларға шексізім алғыс. Себебі біз барамыз, күтіп алады, барлығыны жағдайлар жасалған. Балдар үйінде де бір кездер балдардың үйінде де жататын жатақханалары, тамақтары бәрі жақсы. Барлық жағдай жасалған. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа мен алғысым шексіз. Біз ұстаздарды қолдап, осындай ұстаздарға жолдар ашып беріп,
әрқашанда қолдап, әрбір жұмыстарға әуре қылмай, мұғалім өзініңкі несіне мектебінде жұмысын жасасын, оқушысымен жұмыс істесін, ата-аналармен жұмыс істесін деп осындай заңдар шығарып, министріміз орын ала қазіргі Ғани Бейсебаевтан алдын Асқар Аймағамбетұлы осы бізді неде министр болған кезінде басқа жұмыстарға вообще кірмейтін қылып жағдай істеп берді. Ол кісі де шексіз, алғысым шексіз. Президентке жалпы жағдайларын бәрі жасады. Сол үшін мені Құдай қаласа пәндік олимпиадаларда, международный олимпиадаларға қатысып жатырмыз. Международный олимпиадаларға қатыстық, өкінішке орай орынға іле алмадық. Сол дардың барып келу бәрі жағдайлар республиканский неден бюджеттен бөлініп жатыр.